Армысыздар желі оқырмандары. 2021 жылдың бір ел, бір кітап акциясы бойынша жыл кітаптарын таңдауда ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай жалпы халықтық оқуға тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани мәдени акциясы ұсынылып отыр. Осы таңдаулы 30 кітаптың ішіне Шығыс қазақстандық жазушы Марат Қабанбаевтың Жиһангез Тите шығармасымен еніп отыр. Жазушы Марат Қабанбаевтың балаларға арналған шығармаларын оқырмандарға насихаттау мақсатында Жиһангез Тите шығармасы жайында әңгімені қозғамақпыз. Марат Қабанбай 1948 жылдың 22 наурызында Зайсан ауданы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Балалар жазушысы, публицист. Шығармаларының көбі балалар мен жасөспірімдерге арналған. Негізгі тақырыбы заман келбеті, жастардың өмір тіршілік идеясы, адамды сүю. Құрметті оқырмандар, жазушы Марат Қабанбаевтың көптеген балаларға арналған шығармалары бар. Солардың ішінде 1982 жылы жазылған Жиһангез Тите шығармасы туралы әңгімелеп берейін. Жиһангез Тите. Таймас деген кішкентай бала бар. Шындығында Таймастың Таймас екендігін балалар бақшасындағы тетелестерінің көбі біле бермейді. Бәрі жаппай Тите деп атайды. Өйткені 2 жасқа жете бере тілі шығып, былдырлай бастаған. Бірде әкесі ұлым, енді Таймас деп атыңды айтып көрші деді. Таймас ернін икемге келтіремін деп біраз бүрістірді. Ақыры қиналып барып Тите деді. Ата-анасы күліп жіберді. Әкесі қайтадан менің атым Таймас деп айтшы деді. Таймас бұл жолы ернін бүрістіріп, қайыстырып, қиналмады. Бір нәрсені анық білді. Тите деген сөз ата-анасына ұнап қалғанын. Әкесі мейлі, Тите болсаң Тите бол. Есейгенде өзің ақ Таймас деген атыңды тауып аларсың деді. Сол күннен бастап Таймас деген есімі ұмытылды. Жаңа есім Тите балабақшадағы тәрбиешілерге ұнай бастады. Бірде Тите анасынан мен Жиһангез боламын деді. Анасы баласының сөзіне онша мән бермеді. Жиһангез болсаң бола ғой деді. Ол үйінде Жиһангез болып ойнайды. Ертесі балабақшаға барса, тәрбиеші апай ересектер тобына Жиһангездер жайлы әңгіме айтып берді. Сөйтсе Жиһангездер теңізге кеме салып жүзіп, түйе, ат, қодасқа мініп тау-тасты аралайды екен. Кейде ыстық өлкелерде джунгли деп аталатын қалың жыныс ормандарды кезіп жүре береді деп айтады. Ішінде Тите бұл әңгіменің аузының суы қорып тыңдады. Балабақшадағы балалар бәріміз де Жиһангез боламыз деді. Титедің балабақшадан Алмас деген ағасы алып кетеді. Тите Алмастың қолынан тартып қалды. Алмас Титеге жалт қарады. Не деді? Қалай Жиһангез боламын деді Тите. Алмас тура қарап ойланды. Қалай Жиһангез боламын дейсің бе? Кешке қарай күн батпай жылы киініп алып, мына көшені бір айналып шықсаң болады деді. Сонымен сөзін тамамдады. Тите біраз ойланып қалды. Ол саяхат жасауға Алмас көрсеткен көрші көшені бір айналып, таң тамаша жаңалықтарды ашу үшін белін буып шыққан. Тите көрші кварталды бір айналып келеді. Сөйтіп Жиһангез құрады. Тите машиналар ағылып жатқан көше жиегіне жақындай беріп, светофорға қарап еді. Жасыл жанып тұр екен. Томпаңдап көшені кесіп өте береді. Бір кісілер қолтығынан көтеріп іліп алып кетті. Мамаң мен папаң қайда балақай? Мына екі кештің арасында сені көшеге қалай жалғыз жібереді? Адасып кетсең қайтесің? Қай үйде тұрасың балақай деді. Пәтердің нөмірі қандай білемісің деді. Тите мекен жайын айтады. Жарайсың. Пәтерінің телефон шалайын ба? Тите басын шайқады. Әлде өзің тауып бара аласың ба деді. Тите басын изеді. Бара ғой, ендеше сау бол Тите, сау болыңыз деді. Сөйтіп саяхат сәтті басталды. Көшеге айнала бере сұр үйлер қоршаған кең алаңның шетінде ілікті. Қас қарайып көлеңке үйірде бастапты. Тите жалғызсырай бастады. Саяхат жасаймын деп мана үйден шығып кеткенде көп
балаларымен танысып, жаңа әткеншек, сырғанақтарды көріп қайтамын деп ойлап еді. Балалардың бәрі үйде-үйдене тарап кетті. Қарны да аша бастады, суыққа тоңи бастады, шаршап аяғы ауыра бастады. Біреулер дабырлап баспалдақпен төмен түсті. Мынадай бала біздің подъезде тұрмаушы еді, қайдан келген деген сөздер жарыса жамырай шығып кетті. Ерні томпақтау келген жылы жүзі ағай аңтарылып тұрған Титидің иығына қолын салып, «Кім боласың қарағым?» деді. «Жиһангезбін» деді. Подъезд дүбірлеп кетті. «Жиһангез? Аты ма? Аты Тити ма?» деді. «Ал үйінің телефоныңды білесің ба?» деді томпақ ауыз ағай. Тити телефон нөмірін айтып берді. Тити «Папамды, мамамды, Алмасты сағындым, қайтқым келеді» деді. Әлгі жердегі ағай «Осы телефонға шала қой, Тити деген балаларыңыз біздің үйде деп айтыңдар» деді. Титидің «Үйге еріп апарыңдар» деді. Пәтердің қоңырауы шалынды. Есік ашылғасын үйге Титидің папасы мен мамасы, Алмас бәрі үйіне кіріп келді. Екі көзі есікте болған Тити орнынан ұшып тұрды. Сүріне қабына жүгіріп, барып үшеуін кезек-кезек құшақтап, «Жақсы көремін» дей берді. Жиһангез Титидің бүгінге ашқан ең үлкен жаңалығы осы еді. Назарларыңызға рахмет.